Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Бүгін тақырып соңғы өзгерістерге байланысты болмақ. Атап айтатын болсам, 2022 жылы және 2024 жылы аралығындағы Қазақстан Республикасының бюджет заңына өзгерістер енгізілді. Қандай өзгеріс? Тақтаға назар аударыңыздар. Bir айлық есептік көрсеткіш 3180 теңгеге ұлғайды. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 37389 теңгеге өсті. Бұға дейін, құрметті достар, бір айлық есептік көрсеткіш 3060 теңгені құраса, ең төменгі күнкөріс деңгейі 36018 теңге болған. Дәл осы өзгерістер баспана нарығына да өзінің әсерін тигізді. Оны сіздерге қазір тілге тиек етіп толыққанда түсіндіріп беретін боламын. Сондықтан дәл осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Үй кезегінде тұрған, жалпы баспана алам деп жүрген жандарға барлығына таратыңыздар. Алдын ала осы өзгерістерге дайын болыңыздар. Айтпақшы, менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер, подписаться кнопкасын басып. Дәл осы YouTube каналдың оқырмандар саны 30 мың адамға жеткенде мен сіздерге төлей алмай жүрген қарыздарыңызды заңды қалай төлеу жолын үйретемін. Құрметті достар, тақырыпты бастаймын. Тақта назарыңыз менің тақтамда болсын. Отбасы банкінде жалпы бақытты отбасы, нұрлы жер, кредитный жүйе, шаңырақ сияқты мемлекеттік бағдарламалар бар. Жаңағы мен айтқан көрсеткіштер өзгерісі осы бағдарламаларға өзінің әсерін тигізді. Қазір сіздерге соны түсіндіріп берейін. Қараңыздар, бақытты отбасы бағдарламасы бойынша немесе мемлекеттен сертификат алатын кезде отбасының табысы жан басына бөлгенде 1/3 күнкөріс деңгейінен асып кетпеуі керек еді. Енді ең төмен күнкөріс деңгейі 37389 теңгеге ұлғайғандықтан 1/3 күнкөріс деңгейін 37389-ға көбейтіп, бір адамның табысы 115906 теңгеден аспау керек екенін осылай есептеп аламыз. Мысал ретінде қарастырайық, міне отбасы бар, 5 адамнан тұрады, күйеуі әйелі жұмыс жасайды және кәмелет жасқа толмаған 3 баласы бар. Күйеуі 100 мың теңге табады, әйелі 50 мың теңге. Отбасының ортақ табысы 150 мың теңге. 150 мың теңгені отбасы мүшелеріне бөлгенде, яғни 5 адамға әрқайсысына 30 мың теңгеден айналады. Дәл осы 30 мың теңге мына 115906 теңгеден асып кетпеуі керек бақытты отбасына қатысу үшін. Асып кетпесе, яғни сіз бақытты отбасына жолдама аласыз деген сөзді білдіреді. Құрметті достар, дәл осы табыс сіздің таза қолға алатын табысыңыздан есептелінеді. Негізгі табыстан жалдамалы жұмыскер болуыңыз керек, немесе жеке кәсіпкер болуыңыз керек. Алғы пособия немесе қандай да бір зейнетақы ол қосымша табысқа жатады. Құрметті достар, ары қаратай нұрлы жер немесе шаңырақ бағдарламасы бағыты бойынша 3/7 күнкөріс деңгейінен отбасының табысы асып кетпеу керек, бір адамның табысы. Яғни 3/7-ні біз 37389 теңгеге көбейтеміз да, бір адамның табысын анықтап аламыз. Ол дегеніміз 138339 теңге. Мысал ретінде тағы да қарастыра кетейін. Бір белгілі отбасын алып қарайық. Күйеуі әйелі жұмыс жасайды, кәмелетке толмаған 3 баласы бар. Күйеуінің айлығы 100 мың, әйелі 50 мың теңге алады. Ортақ табыс 150 мың теңге. Дәл осы жерде сіздер өздеріңіздің таза қолға алатын табыстарыңызды қойып есептеп көрсеңіздер болады. Яғни ортақ табысты отбасы мүшелеріне бөлеміз. 5 адам, 3 баласы, 2 ересегі бар ғой. Сонда әрқайсысына 30 мың теңгеден айналады. Яғни дәл осы 30 мың теңге мына 138339 теңгеден асып кетпеуі керек. Жетпей жатса, сіз қатыса аласыз дегенді білдіреді. Ары қаратай, құрметті достар, табыстан бөлек сіз ипотека рәсімінде төлем қабілетін растап жатқанда шығыс деген болады. Яғни расход есебінде қараңыздар. Бізде бір айлық есептік көрсеткіш ұлғайды ғой. МРП 3180 теңге. Енді бақытты отбасына келетін болсақ, 5 айлық есептік көрсеткіш бір адамның өмір сүруі үшін. Яғни бір айда сіз ішіп жеміңіз бар, жүріп тұруыңыз үшін сізге жұмсалатын ақша десек болады. Яғни 5 айлық есептік көрсеткішті 33180 теңге көбейтсек, бір адам үшін 15900 теңге сіздің табысыңыздан алынып тастайды. Ал нұрлы жер шаңырақ бағыты бойынша 10 айлық есептік көрсеткіш шығыс ретінде қолданылады. Яғни 3180 теңгені 10-ға көбейтіп, 31800 теңге сіздің табысыңыздан шығыс ретінде алынып тастайды. Міне, құрметті достар, осындай өзгерістер. Сертификат алатын кезде де 3/1 күнкөріс деңгейінен отбасының табысы асып кетпеу керек. Жалпы осы сертификат жайында немесе бақытты отбасы нұрлы жер шаңырақ бойынша менің YouTube каналымда плейлист бөліміне өтіп, бағдарламалар бөлімшесіне толық көрсеңіздер болады. Бүгінгі тақырып мына көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты сіздерге осындай видео арнайы түсіріп отырмын. Сондықтан тақырып ұнаса қолданыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, баспана алам деп жүрген азаматтардың барлығына осы видеоны таратыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше аман есен сау болыңыздар.